Бірінші тапсырма К саны берілген, осы санның жоқ немесе тақ екенін анықтайтын программа құру. Егер сан тақ болса экранға 1, әйтпесе 0 деген сан шығатын программа құру керек. Программаның кодын жазып қойдым сіздердің алдарыңызда, яғни бізге қандайда бір К деген бүтін санды енгізуіміз қажет. Ол үшін К input, яғни бүтін санды integer санды енгізіп алдым. Егер К санымызды 2-ге бөлген кезде қалдықсыз 0 қалатын болса, онда экранға 0 деген сан, әйтпесе 1 деген сан шығару керек деп міне жазылып тұр. Сіздерге түсіндіріп. Енді запуске беретін болсам, К-ға мән берек. Бізде К-да мән, К-ға біз сан береміз 17 деген. Запуск, яғни 1 тақсан болса, біздің нәтижесінде 1 шығу керек. Келесі запуске беріп, ранға запуске беріп, жұп сан береміз. 62 деген. 0. Есебіміз шықты. Велосипедші Бурабай трассасында В метр секунд жылдамдықпен қозғалса, S метр жолды Т секундта жүріп өте алама? Анықтаймыз. Егер жүріп өте иә, әйтпесе жоқ жауаптарының бірі экранға шықсын. Деректердің енгізілу реті V жылдамдық, S жол, T уақыт. Физикадан білетін өзіміздің шамаларымыз. Белгіліктен VST болғасын map функциясымен бір жолға жазып шықтық. Яғни V-ді бөлек енгізіп, C-ді бөлек енгізіп отырғаннан көрі VST-ді бір map функциясымен бір жолға жазып шықтық. Яғни бүтін санды input plate. Яғни mapті қолданғаннан үш мәнді қатар қолданған бір жолда жазылу үшін біз plate функциясын қолдандық. Егер V жылдамдықпен, яғни V жылдамдықпен қозғалса, S жолды T секундта жүріп өте алама? Яғни бір-біріне тең болса, яғни жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісі жолға тең болса, немесе жолдан кіші болса, онда экранға я деген сөзді, әйтпесе жоқ деген сөзді шығару қажет. Запуске береміз, нәтижесін көретін боламыз. Яғни 5 мың және 15. Нәтижесінде жоқ деген шығады. Береміз, келесі мәлімет 10, 800 және 90 мәндерін кіреміз. Иә, есебіміз шықты. Яғни жолдың ұзындығын анықтау үшін, бізге жолдың ұзындығын анықтау үшін S тең V көйтілген Т деген формуланы пайдаланамыз. Жылдамдықты уақытқа көбейткендегі, яғни жылдамдықты уақытқа көбейткендегі шығатын мән, бұл берілген жолға тең. Немесе артық болса, онда осы есептің шарты орындалады. Яғни біз нәтижесін көріп, есептің шартын алдық. Бізде келесі есеп, қыста күн жылы болса, мұз үстінде хоккей ойнай аласың. 7-ші сынып оқушылары бүгін сабақтан кейін хоккей ойнауды жоспарлап отыр. Мұғалім оқушыларға соңғы 3 күнгі тіркелген ауа райы температурасы температурадан төмен болған жағдайда ғана хоккей ойнауға болатынын ескертті. Берілген деректерді пайдаланып, оқушылар бүгін хоккей ойнай ала ма, әлде ойнай алмай ма, соны анықтайтын программа құру қажет. Деректерді енгізу реті соңғы 3 күндегі ауа райының мәндері, яғни бізде A, B, C және температура 4 мән берілген. Есепті шығару үшін оның алғашында біз программасын құрып алуымыз. A, B, C, T деген 3 мәнді map функциясымен бір жолға жазып шықтық. Яғни input, яғни бүтін сан болғасын енгізу үшін input және split бір жолда жазып шықтық. Орта, яғни біз 3 мәннің, яғни A, B, C, яғни температураның 3 мәнін алып, оны 3-ке бөлгенде ортақ бізде температура шығады. Егер ортақ температурамыз T-ден кіші болса, онда біз хоккейге барамыз. Иә,
әйтпесе хоккейге бармаймыз. Енді осыны запуске берейік. Запуске бергенде минус 8 градус, минус 10 градус, және минус 6 градус, минус 5 градус берілген. Запуске берген кезде, бұндай температураның кезінде біз неге хоккейге бара аламыз. Келесі бізде тапсырым осыған келесі мәндерді енгізейік. Минус 3 градус, минус 6 градус, минус 4 градус, минус 5 градус. Бұл кезде біз бара алмаймыз. Яғни минус 8, минус 10 градустар бұл қандай кездер? Яғни салқын кездер. Бұндай кезде біз бара аламыз. Және минус 3, 2, 6, 4, 5 градустарда біз бара алмаймыз. Бұл кезде үш мәнді алып, бір-біріне қосып ортақ мән. Соны минус 5 градусқа не істеп тұр? Минус 5 градустан көп болған кезде біз хоккейге барып тұрмыз.